Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз Қазақстандағы экотуризм. Экотуризм дегеніміз не? Мәтінмен танысайық, содан кейін талқылап тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бізде ұзын ырғасы 10 шақты қорық, 15 ұлттық саябақ бар. Халықтың таза табиғатта еркін тыныстап, саяхаттауына мүмкіндік көп. Қорықтар мен ұлттық саябақтар еліміздегі экологиялық туризмнің дамуына оң ықпал тигізіп отыр. Экотуризм бүгінде ел экономикасының ықпалды күшіне айналды. Өйткені біздің елде бүлінбеген, былғанбаған таза табиғат, көркем мәдениет, таңбалы тарих, үздік салт дәстүр бар. Шетелдіктер осындай саф дүниені көргісі келеді. Әсіресе Германия, Англия, Франция, Оңтүстік Корея елдерінің туристері Қазақстанға құмартып тұрады екен. Олар тұмса табиғатта тыныстап, еркіндіктегі аң-құстарды тамашалап, үлкен әсермен өз елдеріне оралады. Осы орайда Күнгей Алатауының қойнауындағы Көлсай көлдері табиғи ұлттық саябағының солтүстік Тянь-Шань маржандары деген атауға ие болғанын айта кетсек болады. Көлсай көлдері Алматы қаласының маңында орналасқан. Бұл саябақта хайуанаттар дүниесінің 226, құстардың 197, жануарлардың 29 түрі бар. Соның ішіндегі ең көп таралғандары бұғы, марал, қабан, тауешкілер. Сирек кездесетін жануарлардың 6 түрі. Олар қар барысы, Түркістан сілеусіні, Тянь-Шань қоңыр аюы. Ал құстардың ішінде сирек кездесетіні бүркіт. Оның да саны қазір көбейді. Көлсай маңындағы тұрғындар да келушілерге қызмет көрсетіп, экологиялық таза өнімдерін өткізіп, туристік саланы өндірістік деңгейге көтеруде. Сондықтан туристік саланы дамытып, жергілікті тұрғындардың да әлеуметтік жағдайын көтеруіміз керек. Саябақ аумағында табиғи мұралар мен мәдени-тарихи ескерткіштер де бар. Олар Қарабұлақ ауылынан 4 шақырым қашықтықта орналасқан таңбалы тас аңғары. Шелек өзеніне Қайыңды өзенінің құятын тұсында кездесетін тасқа салынған көне суреттер, яғни аңшылардың садақпен таутеке атып жатқан сәттері бейнеленген тастар. Қарасай мен Қасқасу сайларының түйіскен жеріндегі 19 ғасырда ағаштан салынған үй, сондай-ақ саябақ аумағында қола дәуір жәдігерлерінің ізі бар. Болашақта осы нысандар бойынша да экскурсиялық сапарлар ұйымдастыруға болады. Айқын газеті. Экотуризм дегеніміз не екен түсінікті болды, я? Олай болса, бірінші тапсырманың ішіндегі тапсырмаларын орындауға тырысайық. Бірінші тақырып қоюымыз керек. Мәтінге лайықты тақырып. Қазақстандағы экотуризм деген жалпылама тақырып болса, осы мәтін бойынша нақты тақырып қойыңыздар. Және осы мәтінді баяндаушы кейіпкер туралы ақпарат дайындаңыздар. Ол қандай адам деп ойлайсыздар, ол қандай кейіпкер болуы мүмкін, бұны айтып тұрған, жазып тұрған кісі. Оның қызметі не, қандай қызметті атқарады деп ойлайсыздар. Мәтіннің сілтемесіне назар аударсаңыздар, бірден табасыз. Мәтіндегі сөйлемдердің перифразалау арқылы 3 сұрақ құрастырыңыздар дейді. Перифразалауды білеміз, қайтадан атау, яғни өзін атамай басқаша жеткізу. Мысалы, дәрігерлерді халатты абзал жандар дейді, мұнайды қара алтын дейді. Сол секілді осы мәтіннің ішінен бір өздеріңізге ұнаған үзінділерді осылай перифраза түрінде берсеңіздер болады. Одан кейін екінші тапсырма өтейік. Екінші тапсырмада сызба берілген, сіздердің кітаптарыңызда анық көрінеді. Схема берілген. Бірінші табиғатты сүйушілер, одан кейін халық көбінесе қала халқы дейді. Одан кейінгі бағанда мамандар, ғалымдар, студенттер дейді. Яғни бұлар туристер, бұлар қандай туризмге шығады екен? Табиғат сүйушілері танымдық туризмге шығады. Ал халық, көбінесе қала халқы, рекреациялық туризмге құмар екен. Ал мамандар, ғалымдар, студенттер ғылыми туризмге өте жандар жақын болып келеді екен. Енді танымдық туризмге біздің тапсырмамызда анықтама берген, ал сіздер қалған екі
рекреациялық туризм мен ғылыми туризмге ақпарат іздеп көріңіздер әлеуметтік желілерден, ғаламтор желісінен. Танымдық туризм дегеніміз, оған көптеген адамдар осы танымдық туризмге шығады екен, танымдық саяхатқа шығады десек те болады. Олар табиғатты сүйушілер мен халық, көбіне қала халқы дейді. Танымдық туризм өз ішінде экотуризм, агротуризм, жасыл ауылдық туризм, фототурлар және кино экспедициялар, эко-сафари, ботаникалық және оқушыларға арналған экскурсиялар тағы да басқа болып бөлінеді дейді. Егер осы туризм саласына өте қатты қызығатын болсаңыздар, осы экотуристке арналған нұсқаулықпен оқып таныссаңыздар болады. Енді келесі сіздерде бір өте қызықты сұрақ берілген екен. Сіздерді ойланту керек. 4-ші тапсырма. Қазақстандағы экотуризм елге пайдалы ма? Қалай ойлайсыздар? Жаңа мәтінде де осы пайдасы туралы бір жағасы айтылып қалды. Осы тақырыпта өз ойларыңызды бөлісіңіздер, дәлел келтіруге тырысыңыздар, жай ғана пікір жүрмейді, білесіздер, дәлелдеріңізді келтіре отырып, пайдасы бар ма, пайдалы ма, әлде мына елге, халыққа экотуризмнің пайдасы бар ма, жоқ па деген мәселені өз ойларыңызбен 5-ші тапсырмада айтылған 7-8 сөйлеммен жазыңыздар. Және соңғы тапсырма, бұл енді ең маңызды тапсырма болу керек. Сіздерге өте қызықты, осы тапсырма міндетті түрде орындаңыздар. 6-шы тапсырма, өздеріңіз ізденіп, Қазақстанда экотуристердің жиі баратын сүйікті орындарының бірі туралы сипаттамалық мәтін жазыңыздар. Немесе өзіңіздің тұрғылықты жеріңіздегі, мысалы Маңғыстаудағы осындай экотуристердің жиі баратын қандай жері бар, оның артықшылықтары неде, және тағы да қандай жерлерді экотуристік орталықтарға айналдыруға болады, туристік орталықтарға, туристердің көп келетін жеріне қай жерлерді айналдыруға болады, олардың қандай плюстары бар, қандай артықшылықтары бар, несімен туристерді қызықтырады, сол туралы мәліметтер жазыңыздар. Бұл өте қызық тапсырма. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.